Қайырлы күн достар, біз бүгін Каспий KZ қосымшасы арқылы ИП тіркейтін боламыз, яғни регистрация ИП. Бастапқы бетінде регистрация ИП деген батырманы басамыз, главный страницасында. Сөйтіп келесі бетіне өтеміз. Келесі бетінде қалай регистрация жасау керектігі жөнінде жазылған. Регистрация ИП деген батырманы басамыз. Әрі қарай бірінші ИП-ңыздың атын жазасыз. Екінші, город или область деп тұр. Ол жерде сіз қай областьқа жатасыз, сол областыңызды жазасыз. Біз міне Жамбылская область деген таңдадық. Екіншісі, налоговое место УГД по Тараз, город Тараз. Үшінші өзіңіздің адресіңізді жазасыз. Улица қандай, одан кейін номер үйдің. Решение қабылдайды. Решение қабылдағаннан кейін қандай іспен айналысасыз, соны таңдайсыз. Оны таңдағаннан кейін суретке түсесіз. Продолжить батырмасын басасыз. Одан кейін қандай налогтың қай түрі упрощенка деп упрощенканы таңдадым. Одан кейін суретке тағы түсіреді. Одан кейін подписать документы деген басасыз. Сіздің ИП-ңыз сәтті тіркелді. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.